Ал Жәнібек ауданында ағымдағы жылы нұрлы жер бағдарламасы аясында 104 пәтер берілді. Бұл облыс бойынша ең жоғарғы көрсеткіш. Әрі биыл аудан орталығындағы 9 көшенің жолы жөнделді. Келер жылдың еншісінде де іргелі істері жетерлік. Ауданға кең жолақты интернет жеткізіліп, дене шынықтыру сауықтыру кешені салынады. Бұл туралы ауылдық ағайынмен кездескен аймақ басшысы Алтай Көлгінов айтты. Ерлі зайыпты Шамшиденовтер тұрғын үй кезегіне 8 жыл бұрын тіркелген. Қазір отбасында 5 бала тәрбиелеп отыр. Әрі қартайған әке-шешелеріне қамқор болып, бағып қағуда. Кейін әрі жылы баспананың жоқтығы шаңырақ иесінің әбден шымбайына батқан еді. Енді міне нұрлы жер бағдарламасымен ауылдың батыс бетіне салынған пәтерлердің біріне қол жеткізді. Су бәрі келіп тұр, газ бар, отопление бәрі де жақсы. Қуаныштымыз осы үй алғанымызға енді. Аудан орталығы соңғы 1-2 жыл ішінде адам танымастай өзгерді. Құрылыс жанданып, жаңа үйлер бой көтерді. Қаздай тізілген мына баспаналардың барлығы нұрлы жер бағдарламасымен салынған. Жуырда ауылдың батыс бетінде 2 пәтерлік 20 үй пайдалануға берілді. Құрылысқа 286 миллион теңге жұмсалған. Бұған қоса инженерлік желілерді жүргізуде қатар іске асып, қосымша 53 миллион теңге бағытталды. Біріншіден бұл елбасымыздың халықтың өмір сапасын жақсартуға деген қабылдаған бағдарламасының нәтижесі, оны сіздер көріп отырсыздар. Мындан барлық нұрлы жер бағдарламасымен үй салынды. Жәнібек ауданында 48 үй бірден салынды бір жылдың ішінде. 48 үй, ол 104 пәтер. Ол Совет одағында салынбаған бір жылдың ішінде бұнша үй. Жәнібек ауданындағы елді мекендердің сапалы ауыз сумен және көгілдір отынмен қамтылу көрсеткіші 100%-ға жетті. Биыл аудан орталығындағы 9 көше орташа жөндеуден өткізілді. Жобаны КПО компаниясы қаржыландырды. Келер жылы ауданға кең жолақты интернет жеткізіледі. Бұл қала мен ауыл арасындағы айырмашылықты азайту жолында атқарылып жатқан ауқымды істер. Ендігі жыл интернет келеді. Сонда сіздер балаларыңыз бар, немерелеріңіз бар, оқуда жүрген, солармен интернетпен кәдімгідей сөйлесе бересіздер қиналмай. Біздің ата-бабамыздың аңсаған арманы, сондай заманда тұрып отырмыз. Өз президентімізді өзіміз сайлап, өзіміздің жаңағы мәселелердің бәрі шешіліп жатыр. Халыққа керек бүкіл дүниенің бәрі бар. Елбасы кезекті жолдауында елді мекендерде спорттық нысандар салуды жүктеген болатын. Осы орайда Жәнібек ауданында дене шынықтыру сауықтыру кешені бой көтереді. Облыс әкімімен жүздескен ауылдық ағайын өскен өңірлерінде жасалған іргелі істерге ризашылықтарын білдірді. Жәнібек ауданы мынау қиыр шетте тұрғанменен орталықта қаланың қасындағы тұрған аудандардан озбасақ кем емеспіз. Біздер енді молырақ елер алап көріп жүрміз, сосын көргендіктен айтамыз. Бәрі де істелініп жатыр, осы қысқа 3 жылдың ішінде істелінген дүниелер ғой. Оңтүстік батыс аудандарының тұрғындарын толғандырған күре жолдың мәселесі де көп ұзамай шешімін табады. Елбасы тапсырмасымен алдағы көктем айында Қазталов Жәнібек Сайқын бағытындағы автожолды жаңғырту жұмыстары қолға алынбақ. Еркебұлан Смайдаров, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.